Үйлеріңізде тұрған бауырсақ, шелпек пісіретін ыдыстарымыз осылай қарайып майланып кететін болса, мен сіздерге тазалаудың өте оңай әдісін ұсынатын боламын. Ешқандай химикатты пайдаланбай, үйдегі бар қолжетімді заттарды пайдаланамыз. Осылай ыдыстарыңыз жарқырап, әп-әдемі болып шығады. Ең алдымен үлкен кастрюлемізге суды толтырып құйып, үстіне 6 ас қасық кез келген порошокты саламыз. Содан соң үстіне 6 ас қасық ас содасынан саламыз. Енді 6 ас қасық сұйық майдан құямыз. Үстіне кез келген бір кірсабынды турап салып жібереміз. Енді газымыздың астын жай қойып, осы ыдыстарымызды біртіндеп саламыз. Шамамен жарты сағат көлемінде қайнатып аламыз. Жарты сағаттан соң біздің суымыз қарайып майланып кетеді. Мына ыдыстардың майлары шығады. Міне менің қазанның қақпағы өзі майлары осылай түсіп қалған. Сковородкаларымның майлары қаттырақ болғандықтан осылай жартылай кеткен, қалған жерлерін кішкене қырып жібердім. Және қырғанда да ешқандай қатты күш салған жоқпын, өзі оңай кетті. Мына сковородкамның да майы жартылай кеткен, сондықтан да мен бұны көбірек қайнатып алдым. Тағы да жарты сағат көлемінде қосып қайнаттым. Осы әдіспен үйдегі кез келген ыдысты жалтыратып алуға болады. Міне осындай ситоларымды да салып алғанмын. Барлығы жап-жаңа болып шықты. Қазанның осындай сарғайған бөліктері өте оңай кетеді екен. Мұны қазір салып аламын және ешқандай майсыз болып шығады. Осы әдіс бойынша жасап көріңіздер, тазалап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ешқандай күшті қажет етпейді, салып алсаңыз болғаны. Егер сіздерге видеом пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Және өзіңіздің результаттарыңызбен бөліссеңіздер болады.